Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін манты жасайтын боламыз. Қамырына жұмыртқа да майда қоспай бездірмей пісіретін боламыз. Ал менімен бірге болыңыздар. Каналыма жазылып, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Бисмиллах деп суымыз ыдысымызға құйып алып, тұзымыз салып, ерігенше жақсылап отырып араластырып аламыз. Одан кейін електен өткізіп, ұнын қосатын боламыз. Ұнды 1-2 бөлікке қосып салып илейтін боламыз. Електен өтілген ұнымыздың тығыздығы өте жақсы болады. Қамырымыз өте жақсы иленетін болады. Сол үшін електен өткізілген ұнды істетсеңіздер өте жақсы болатын еді. Осылайынан ұнымызды салып алып, жақсылап қамырымыздың басы біріккенше осылай илеп алатын боламыз. Менде осындай қамыр шықты. Ал енді мен етімді турап алғанмын. Оның үстіне пиязымызды әдемілеп отырып, төртбұрышты қылып, майда жұқа қылып турайтын боламыз. Барлық пиязымызды біркелкі қылып, қалың болып кетпесін, жұқалау қылып турап алыңыздар. Сонда өте әдемі болып шығады біздің мантыларымыз. Осылайынан барлығын кезек-кезегімен турап алатын боламыз. Барлығын турап, үстінен тұзымызды, бұрышымызды сеуіп, бірінші пияздың өзін жақсылап, мыжғылап, өлтіріп алатын боламыз. Сонда біздің мантымыз сочный болып пісетін болады. Одан кейін етпен араластырып, фаршымызбен араластырып, жақсылап, осылайынан барлығы біріккенше араластырып алатын боламыз. Қамырымызға кірісетін боламыз. Қамырымызды арасында осылайынан бір илеп және демалтырып қоямын. Демалған қамырымыздың ортасынан бөліп, 2 зуала қамыр жасайтын боламыз. Дәл осы рецептпен менде 2 зуала шықты. Осылайынан екеуін және алып, бетін жауып, және 15 минутқа тындырып алып, одан кейін қамырымызды жаятын боламыз. Осылайынан бірінші басып үлкейтіп алатын боламыз. Одан кейін оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Осылайынан бастырып отырып қамырымызды жаятын боламыз. Ұн сеуіп отырып жайыңыздар, сонда қамырымыз жабыспайды, өте әдемі болып жайылатын болады. Қамыр жайған кезде оқтаудың екі шетінен басып отырып жайсаңыздар, қамырыңыздың шеті қалың болып кетпейді. Осылайынан басып отырып жаятын боламыз. Мінекей, қамырымызды ұн сеуіп отырып, екі шетін басып отырып жаямыз. Өте әдемі қамыр шығатын болады бізде. Дайын болған қамырымызды орап, дәл осы тәсілмен кесіп алып, мантымызды түйетін боламыз. Бірінші осылайынан кесіп, одан кейін кесілген қамырларымызды осылайынан қойып шығатын боламыз. Бірінің үстінен біріне қойып, оны да жақсылап төртбұрышты қылып кесіп алатын боламыз. Әркімнің манты тұюы әрқалай.
Сіздер қалай түйесіздер? Комментария бөліміне жазып кетіңіздер. Қамырларыңызды қалай кесесіздер? Бізде осылай кеседі. Барлығын осылайынан жайып шығатын боламыз. Ал енді салмасын салып шығамыз. Достар, қазақ контентінің дамуына өз үлестеріңізді қосып отырыңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Осылайынан мантымызды түйетін боламыз енді. Барлығын бірдей қылып, өте әдемі қылып түйіп шығатын боламыз. Осы орталықта листерімізді жақсылап майлап дайындап қоятын боламыз. Суымызды қайнатып. Біздің мантыларымыз осындай болып шықты. Бізге ас болсын. Сау болыңыздар.